Instagram'a кіреміз. Кірдіңіз. Мына жерде төменгі жақта қараңызда екінші сызықта лупа тұр, соған барасыз. Жоғарыда поиск бар, соған барасыз. Былай қоясыз. Мына жерде бүйтіп кіресіз, хэштег қоясыз мындай. Сосын мысалға жетістік деп жазыңыз. Жетістік. Тізімнемде тұр, міне жетістік, осыған кіресіз. Ашылды. Мысалға мына жерде қарайсыз да, өзіңізге қандай SMS ұнап отыр. Мысалға да. Қазір былай кіріп көрейік. Кірдік мысалға да. Мысалға любой біріне ашайық. Міне мына жерде жақсы SMS тұр екен да. Мысалы осыны аласыз да, міне кірдіңіз. 3 точка тұр, сол жағыңызда парақшасында міне. Көріп тұрсыз, мына 3 точканы көрдіңіз ғой да. Міне мына 3 точка тұр. Осыны басасыз. Басып, міне ссылка деген бар, басып аласыз да. Былай шығасыз, сырып қойып, манағы өзіңіздің неңіз бар, приложениеңіз бар ғой, міне. Қайда менің приложением, қайда міне мынаған барасыз, міне. Бардыңыз. Енді осылай реклама шығып көрейік, реклама пропустить жіберейік. Так, пропустить. Так, бардыңыз. Мына жерде міне пост Instagram URL деп тұр, мен сілтемесін қой дейді, міне вставить етесіз. Сосын Doshiland дегенді басасыз, міне. Сол кезде міне көрдіңіз, манағы адамның, яғни Instagram парақшасында сізге ұнаған фотосымен жаңағы посты шықты да, осыны репост дегенді басасыз, міне. Репост деген басып аласыз, өзіңізге керекті. Сосын мысалға WhatsApp-тан өзіңізге бір группа ашып қойыңыз, жолдасыңызды қосыңыз да. Керек деп группа ашыңыз да, жолдасын шарттаңыз да. Мысалы мен солай ашып алған группам бар. Міне мен постоянно керек нәрсені осылай қолданамын. Міне керек кол деп қойын, Coral Club-ты қоғаз, міне. Осыған жазамын, вставить етем, кейде асыққан кезде артында хэштегтерді алып тастаймын. Так, сосын мысалы өйстіп жазамын да. Міне да, бәрін алып тастадым. Осылай алып тастадым. Есін осылай жіберіп аламын, міне. Жалпы қателер болса бәрін өзіңіз жөндеп дұрыстап аласыз, өзіңізге келтіріп та, главный. Сосын мен сізге главный түсіндіріп жатырмын, осылай істеу керектігін. Міне қайтадан копировать етесіз, міне копировать деген бар. Міне скопировать деп шықты ғой. Осыны аласыз да, Instagram парақшаңызға қайтадан барасыз. Өзіңіздің парақшаңыз бәрін шығып кетесіз. Шығып кеттіңіз бәрін. Енді сіз фото салу керексіз, сол бір фото саласыз, міне. Сол жаққа, оң жаққа барасыз, жоғары жақта терезенің суреті, соған барасыз. Публикация деген жер бар, соған барасыз. Сосын мысалы өзіңіздің бір фотоңызды қойып қойыңыз да, пример осыны қойып қояйық. Мысалы осыны қойып қойып, мен алып тастаймын сізге түсіндіру үшін. Так, міне стрелканы жібересіз. Мен жерде введите подпись деген бар, жазыңыз деп тұр. Осыны мен бүйтіп вставить ете қоямын да, мен галочка қоямын, міне қараңыз. Міне қараңыз, менің жазған постым Instagramға суретімен шықты да, міне қарайық, міне. Міне шығып тұр, көрдіңіз ғой. Осылай қоясыз, мен сізге түсіндіру үшін қойып жатырмын. Мен бұл фотоны ертең қоямын. Ертең емес, басқа күні қоямын, себебі мен визуалым бұзылып кетеді. Так, міне. Мынаны мен былай өшіріп тастай қоямын. Қазір сізге визуал дегенді айтып жіберейін, міне. Қараңыз, міне визуал деген бұл сіздің Инстаграмыңыз айнасы да. Қараңыз да, міне. Осылай сізде түсу керек визуал дейтін. Мысалы, бір күні өзіңіздің фотоңыз, бір күні мысалға денеңіз болмаса, осылай бір фотомонтаж сияқты бірдеме түсу керек та. Визуал әдемі болу керек, яғни сіздің Инстаграмыңыз адам қараған кезде, бір қарағанда әдемі тартымды болып тұру керек. Соны визуал дейді. Оны бөлек сабақта үйретемін, хорошо?